бір мақұлық бар. Көл, өзен, дәрияны жаны сүйген. Жасынан қора салып қамыс шиден. Қаншама терең суды бойлағанда, үстіне бір тамшыда су тимеген. Ол не жануар? Жылтырар түгі күміс жұлдыздай бір, жолына қақпан тұзақ құрғызбай жүр. Өйткені өзен көлге үйін салар, көрмедім мақұлықты құндыздай бір. Бір нағы жануар, көзі өткір, көңілі тар. Сірада келіп басқа ұрсаң, ойламайды намыс ар. Қарада бар, ханда бар, шын-машын мен Қырымда бар. Түркістан үрімінде бар, Бұқара базарында бар. Ол не жануар? Мейірім болмаса адам қалар семіп, жүректен нұр сәулесі тарар сөніп. Жандосы бірақ сәтте жауға айналар, сатпайтын иті ғана адал серік. Бір көш көрдім. Төлебайдың баласы төбелесіп келет, Егізбайдың өгей ұлы ерегесіп келет. Екеуі қарауыл боп қарайды, біреуі шөп шектерет. Ол не көш? Жұмбақтың ұзыны бар, келтесі бар. Жауапты жүрегімнен ерте шығар. Бұл түйе төрт аяғы аузы менен қостаудай жотасында өркеші бар. Дүниеде бір молда бар. Уағында азан оқиды, мезгілінде айғайлап қайтып кеп жер шұқиды. Ол қай молда? Шақырар тұрып алып таң сәріде, естілер даусы оның бар шәріге. Қораздың осылайша жар салғанда, қалау мен көптен күткен аңсары не? Бар екен бір мақұлық оннан майда. Өз басын айдайды екен қиын жайға. Ұстасақ үгітіліп жоғалады, дамылдап отырмайды ешбір жайға. Ол не мақұлық? Құдайым неткен ұлық шебер еді. Көктен көп рақым нұрын төгер еді. Сол нұрдан өніп шыққан гүлге құмар, сұлу ғой қырдың ғажап көбелегі. Бір ұзыннан өскен қамыс көрдім. Қия өскен қамыс көрдім. Жылтырауық көл көрдім. Пысылдауық төл көрдім. Шұңқыр құдық көрдім. Екі сызық көрдім. Бір кеспелтекпен бір бүкпелтек көрдім. Бұл не болды? Қамыстың ұзыннан өскені шаш болар, қия өскені қас болар. Адамның екі көзін көлге, мұрнын пысылдауық төлге теңедім. Шұңқырғыдық ауыз болса, екі сызық ерін шығар. Кеспелтекті иек, бүкпелтекті мойын деп жорыдым. Момын адам төрт шадиярды дос тұтады екен. Ол шадияр кімдер? Олар Әубәкір Сыдық, Әділетті Омар, Нұрлы Оспан, Әзіреті Әли. Ажал сәтінде адамға Әзірейіл періштеден де бұрын жететін кім еді? Ол Ібіліс Малғұн. Пенде шіркін жан тапсырарда қатты шөлдеп қысылады. Бұл кезде Ібіліс бір кесе салқын су әкеліп, иманыңды сат деп азғырады. Әлсіз адамдар бұл кезде сынып кетеді. Тақуа момындар ғана соңына дейін шыдап береді. Жол бойына жағалай қонған елді көрдім. Ақсақалды керуен басы шалды көрдім. Шал таяғын көтеріп бақырған сайын, жұрт жүгін жиып, көшкелесіп көшіп жатыр. Ол ненің ишарасы? Адам бір көшкен керуен. Пәни жалғанда уақытша тыныстап, ақыретке сапар шегеді. Керуен басы Әзірейіл періште. Ол ақырса патша да, құл да, кедей де, бай да жан тапсырады. Оның ақсақалды шал бейнесі адамның қарттық шағын бейнелесе керекті. Не үшін күріш дақылында Ясин сүресінің қуаты бар деп айтады? Бірде Ухуд шайқасында Мұхаммед пайғамбардың астыңғы күрек тісі сынған еді. Бір сахабасы сынған тісті тауып алды. Оның пайғамбар тісін аяқ асты қылуға дәті жібермеді. Тісті үйіне келіп шарбағының адам аяғы тимес бір бұрышына көмді. Бір күні тіс көмілген жерден аппақ күріш өсіп шықты. Сахаба пайғамбарды шақырады. Мүбәрәк келіп Ясин сүресін оқып дұға жасады. Ол сахабаға: Алла менің тісімнен күріш өсіріп шығарды. Яғни Ясиннің қуатын бердім. Оны аяқ асты етпеңдер деп өсиет айтты. Осыдан бастап күріш қастерлі әрі берекелі дақылға айналыпты. Құдайдың басқа салған ең ауыр нәубетін ата. Өзіңнен туған ұл қыздың салғыласып сөз қайтарса, одан өткен нәубет жоқ. Сорғалың әкенің кер бағып ұл өсет, сөз бағып қыз өсет деген тәмсіл
осыған орай айтылған. Пейіште қанша дарақ бар? Пейіште бірде-бір дарақ жоқ. Жұмақтың топырағы құнарлы, суы нәрлі болғанымен, ол жерде бірде-бір ағаш өспейді. Пейіштің ағашын момындар осы дүниеде игілікті істерімен егіп отырады. Мүбәрак пайғамбарымыз Миғражда Ибраим Халилулламен жүздесті. Ол ақырдың пайғамбарына бүй деді: үмбетіңе менен сәлем айт. Пейіште орман жоқ. Жасыл желекте рахаттанып жүргісі келсе, тіршілікте ғапылдыққа бой алдырмай, салих амалдар көрсетсін. Амалы артқан сайын жұмақтағы жайы да дарақтармен жайнай түседі. Әулие кереметін көрсетсе, Құдай неге оны ұнатпайды? Керемет көрсетумен адамға даналық дарымайды, ілім қонбайды, жүрек көз ашылмайды. Әзіреті Мұхаммед айды екіге жарып мұғжиза көрсеткенде, Құрайш халқы оған сиқыры бізден күшті екен деп қарады. Бәрібір мұсылман болмады. Өзі білмейді, білгеннің тілін алмайды. Ол кім? Ол надан. Наданнан аулақ болған жөн. Өзі білмейді, бірақ білетін кісіден сұрайды. Ол кім? Ол шәкірт. Ақыласты шәкіртке ұстаз болған жөн. Көргені көп, түйгені мол. Нені білу керегін жақсы біледі. Ол кім? Ол данышпан. Оның ізінен еріп, ілім үйренген абзал. Пенденің тәңірден тілейтін бір рахметі бар. Бірақ адам оны көрсе қашады. Ол не нәрсе? Ол көктен жауған жаңбыр. Жаңбырдың әр тамшысын бір періште ұстап түседі. Жерге түскен тамшыдан жер қуат алып өнім береді. Бірақ жаңбыр жауса, пендесі тасаға тығылады. Адамзат қанша ұнсырдан жаралған? 4 ұнсырдан жаралды. Олар топырақ, су, от, ауа. Қандай дәлелің бар? Адамның көз жанарын алып қара. Көздің ашылып жабылып тұрғаны желдің барлығына дәлел. Сорғалап жасағат. Ол судың барлығына дәлел. Көзге бір нәрсе тисе шарқ етеді. Бұл оттың барлығына дәлел. Ал көздің бір арадан қозғалалмай тұрғаны топырақтың барлығына дәлел. Не үшін арпа ішінде бір бидай деп айтады? Адам ата мен Хауана пейіштен қуылып жерге түскен соң, Жебірейіл оларға жұмақтан 3 уыс дән алып келген еді. Сөйтіп, уа адам, Хауа екеуің осы дәнді бөліп алып жерге егіңдер. Бұдан сендердің және әуелден ақырға дейін өмір сүретін ұрпағыңның ырзық несібесі өніп шығады деді. Адам ата мен Хауана екеуі жерді жыртып тұқым шашты. Адамның еккеннен бидай шықты, ал Хауаның жерінен арпа өсті. Содан бастап бидай адамның, ал арпа әйелдің үлесі саналатын болыпты. Қыздар не әйелдер арасында жалғыз еркек болса, арпа ішінде бір бидай дейтін сөз содан қалған екен. Қатар салынған 2 шаһар көрдім. Бір шаһардың іші бал, екіншісі зәһәр. Балы бардың іші толған нығмет, ал көрші шаһардың іші толған мехнет. Ол не болды? 2 шаһар дегенің жұмақ, тозақ, іріктеліп баратын күллі адамзат. Бір шаһар көрдім. Ішінде 2 адам ғана мекен етер. Бірі кетсе, орнынан бірі келер. Шаһардың ішінде бір гауһар шам бар. Тұратын жарық етіп үйді бекер. 2 адам бұл гауһарға кезек-кезек құсады, бірі зәһәр, бірі шекер. Зәһәр тисе, ол гауһар өшіп қалар, шекер тисе, раушан боп қайта жанар. Бұл не сыр? Ашу мен ақыл болған шаһарға бәс. Жерінде бірі тұрса, бірі тұрмас. Ашу заһар болғанда ақыл шекер. Пенденің иман екен ол гауһартас. Иманға ақыл дос та, ашу ол қас. Бар екен жан көрмеген жалғыз дарақ. Ботағы 99 көрсем санап. Шоғынан бір сілкінсе болады екен. Ғаламға 18.001 жыл тамақ. Ол не дарақ? Жалғыз дарақ деген жаратқан хақ. Есімі 99 көрсем санап. Ертеде ағайынды 3 жігіт өмір сүріпті. Шеуінде де өзге жұртта жоқ ерекше бұйымдар бар екен. Бірінің сиқырлы айнасы болыпты. Айнаға қарағанда жер жүзі түгел көрінеді. Екіншісі ұшатын кілемді еленіпті. Көзді ашып жұмғанша қалаған жерге зымырап жетеді. Үшіншісі ғажайып алманы еншілепті. Өлген адамның еріне тегісе,
жан бітіп, алманы жеп тіріледі. Бір күні үшеуі отырып, айнаға қараса, бір ханның сұлу қызы өліп қалыпты. Қызды қабірге қойғалы жатыр екен. Үш жігіт кілемге отырып, көзді ашып жұмғанша ұшып жетеді. Кенже ұлы алманы беріп, қызға жан бітіреді. Қыз тірілгесін, үшеуі оған таласады. Сонда үлкен ұл, менің айнам болмаса, өлген қызды қайдан көрер едіңдер деді. Ортаншы ұл, кілем болмаса, қалай жылдам жетесіңдер, сендер келгенше жерлеп қояр еді деді. Кенже ұл, менің алмам болмаса, келгенмен көргенмен не пайда, қыз тірілмес еді деді. Осылайша талас тоқтамады. Хан да, жұрт та қызды кімге берерін білмей дал болады. Егер төрелігін берсе, дауды қалай шешер едің? Қызды алмасы бар жігітке берер едім. Себебі алдыңғы екі жігіттің айнасы мен кілемі өздерінде қалды. Олар әр қарай сапарын жалғап жүре береді. Ал үшінші жігіттің алмадан басқа мұрасы жоқ. Барында нәрінде қыздың аузына тосып аман алып қалды. Сондықтан қыз соған тиесілі. Бірде менің шаһарымда мынандай оқиға болыпты. 7 жасар баласын есепке үйреткісі келген әкесі бір күні, ендігі 7 жылда түйеміз 2 есе, жылқымыз 3, сиырымыз 4, қойымыз 5 есе көбейсе, онда бәрін қосқандағы саны сенің қазіргі жасыңнан 2 есе көп болады екен депті. Ол кезде біздің үйдегі жылқының, түйенің, сиырдың, қойдың әрқайсы қанша болады деп баласы әкесінен сұрайды. Оны білу қиын емес. Есептеп шығар дейді. Сен қалай ойлайсың? Бұл үйдің түйесінің, жылқысының, сиырының, қойының саны қанша? Егер 7 жылдан кейін 2 түйе, 3 жылқы, 4 сиыр, 5 қой болатын болса, онда барлығы 14 мал болар еді. Бұл үйде 1 түйе, 1 жылқы, 1 сиыр, 1 қой болған. 7 жылдан кейін 2 түйе, 3 жылқы, 4 сиыр, 5 қой болады. Өткенде қасапшым 1 жылқы соятын болды. Оған ет алушылар тез жиналды. Ол сойылған малды төңіректеп тұрғандарды көзімен санап шығып, сәл ойланып қалды. Бұлардың әрқайсына 1 жіліктен берсем, онда 3 жілік ет артылып қалады. 2 жіліктен сатсам, 3 адамға ет жетпейді. Енді қандай амалын табайын деп басы қатты. Сен қалай ойлайсың? Ет алуға қанша адам келген? Сойылған малдың барлық етін 12 жілік деп есептеймін. Сонда ет алуға келген 9 адамның саны шығады. 9 жылдың торабында 9 аңшы кездесіп қалыпты. Олар бірімен бірі түгел қол берісіп, амандасып шығады. Сосын біреу тұрып, бәріміз қанша рет қол алыстық деп сұрайды. Кім білсін? Мен өзім 8 адаммен амандастым дейді екіншісі. Содан бәрі ойланып қалады. Сен қалай ойлайсың? 9 жолаушы біріне-бірі қанша рет қол берісті? Бірінші адам өзінен басқа 8 адаммен, екінші адам қалған 7-мен, үшінші адам 6 адаммен, төртінші 5 адаммен, жетінші 2 адаммен, 8-ші адам ең соңғы 1 адаммен қол алысады. Барлық қол алысулар саны 36. Менің шаһарымда тұратын бір қария дүние салды. Оның 3 ұлы бар еді. 3 баласына 17 жылқы мұра қалдырып, тұңғышына жартысын, ортаншысына 3-тен 1-ін, кенжесіне 9-дан 1-ін өсиет етіпті. Бұлар үлестерін бөлісе алмай дағдарып қалады. Сол кезде көршісі жалғызатын әкеліп, 17 жылқыға қосатта, енді үлестеріңді ала беріңдер дейді. 18 жылқыдан тұңғыш баласы жартысын, ортаншысы 3-тен 1-ін, кенжесі 9-дан 1-ін алып бітіседі. Сонда 3 ұл қанша аттан алды? Көршінің аты қайда қалды? Көршінің атын қосқанда әкеден қалған мұра 18 ат болды. Үлкен ұлы өсиет бойынша 18 жылқының жартысын алды. Ортаншы ұл 3-тен 1-ін алды. Кенжесі 9-дан 1-ін, яғни 2 9-дан 1 жылқы алды. Сонда үлкен ұлға 9 жылқы,
ортаншы ұлға 6 жылқы, кішісіне 2 жылқы тиді. Көршісі өзінің атын қайтып алды. Бірде үш ағайынды жігіт жолаушылап келе жатып, көл басынан көп жұмыртқа тауып алады. Оларды қазанға салып, шоқтың арасына қояды да, жұмыртқа піскенше мызғып алады. Алдымен үлкені оянады. Қараса, жұмыртқа пісіп тұр екен. Жұмыртқаны санап, үшеуіне тең бөледі. Өз үлесін жейді, қайтадан ұйқыға кетеді. Аздан соң ортаншысы оянады. Ол да қазандағы жұмыртқаны үшке бөліп, өз үлесін жейді. Сосын ұйқыға кетеді. Ең соңында кенжесі оянады. Ол қалған жұмыртқаны үшке бөліп, бір үлесін өзі жеп, қалған 8 жұмыртқаны 2 ағасына алып қояды. Осы кезде үлкен ағасы оянып, ортаншы ағаңның сыбағасын қалдырдың ба деп сұрайды. Әлбетте, екеуінің де сыбағаңды алып қойдым дейді кенжесі. Жоқ, мен өз сыбағамды жеп алғам дейді ағасы. Осы кезде ортаншысы да оянып кетіп, мен де өз үлесімді жеп алғам, қалған жұмыртқа екеуіңдікі дейді. Сонымен 3 жігіт әу бастағы жұмыртқаны қайта санап, мән-жайды анықтайды. Әділ шешім шығарады. Енді сен айтшы, қалған 8 жұмыртқа қалай бөліну керек? Мен білсем, әу бастағы жұмыртқа саны 27. Ағасы тұрып өз үлесіне тиген 9 жұмыртқаны жеп алды. Ортаншысы қалған 18 жұмыртқаны 3-ке бөліп 6-ауын жеп алды. Кенжесі 12 жұмыртқаны 3-ке бөліп 4-еуін жеп алды. Кейінгі 8 жұмыртқадан ағасы үлес алмайды. 2 інісінің арасында ғана бөлінеді. Ертеде бір ханның жалғыз қызы ауырыпты. Дертінің шипасы Иран бақтың алмасы екен. Бақ 3 қорғаннан, 3 дарвазадан тұрыпты. Әр дарвазада күзет бар екен. Бірақ бірде-бір адам ол бақтан алма әкеле алмапты. Бірде бір жетім бала, қазам жетсе өлермін, болмаса аман келермін деп жолға шығады. Баққа келгенде күзетшілер оған шарт қояды. Алған алмаңның тең жартысын өзіңде, қалғанынан және бір алма қосып, бізге беріп кетесің дейді. Бала келіседі. Сөйтіп, бірінші қарауылға бақтан жинаған алманың жартысын және бір алма артық береді. Екінші және үшінші қарауылға да соны істейді. Соңында балада бір алма қалады. Ол алманы қызға әкеп береді. Қыз дертінен айыққан екен. Қалай ойлайсың? Бала бақтан неше алма алды және әр қарауылға неше алмадан берді? Мен білсем, бала барлығы 22 алма алып шыққан. Бірінші қарауылға 12, екінші қарауылға 6, үшінші қарауылға 3 алма берген. Өзінде қалғаны 1 алма. Ертеде бір жігіт үйіне бір бау шөп арқалап келе жатты. Жолда адасқан ешкіні көріп, жетегіне алды. Бір кезде алдарынан қасқыр шығып, «Әй жігіт, дос болайық» деп өтінді. Жігіт қасқырды қосып алды. Олар біраз жүрген соң бір дарияға жетті. Дариядан өтейін десе, қайыққа 2 кісіден артық сыймайды екен. Жігіт не істерін білмей басы қатты. Өзімен бірге шөпті алып өтейін десе, қасқыр ешкіні жеп қояды. Қасқырды алып өтейін десе, ешкі шөпті жеп қояды. Ешкіні алып өткенімен, келесте ешкімен қасқырды, не ешкімен шөпті жалғыз қалдыра алмады. Не істемек керек? Жігіттің орнында болсаң, қандай ақыл табар едің? Алдымен арғы жағаға ешкіні алып барам. Екінші кезекте шөпті апарып, ешкіні қайтадан қайыққа мінгізем. Оны бергі жағаға тастап, қасқырды салып аламын да, арғы жағаға өткіземін. Қасқыр мен шөп арғы жағада тұра береді. Мен қайтып айналып, ешкіні аламын да, арғы бетке өткізер едім.